Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Бүгін Давлатовтың ойыны туралы бір-екі ауыз айт деген еді. Соған бүгін ыңғайы келіп отыр. Осындай ойын болады. Основном кәсіпкерлер де ойнайды, және қаржылай сауаттылыққа үйренем деген адамдар осыны ойнайды. В основном қай жерде қателік кетіп жатыр, қандай өмірде не болып жатыр. Қанша қарызды жауып жатсам да, қарызым азаймай жатыр, одан көбейіп жатыр. Уже 10 жыл болды, 5 жыл болды. Өте көп адамдармен сөйлестім. Мен видеомнан кейін көп хабарласты. Сол, өзің жасап көресің, әр адам өзін әр жобаға кіре береді, қарызға кіре береді. Ананы тестеп көреді, мынаны тестеп көреді. Содан кейін барып, уже білім қажет екенін түсінеді, потому что сен тек миыңмен ғана шешім қабылдайсың. Егер миың бұрынғы болса, ол бұрынғы ошибкалар қайта жасай бересің. Сол сияқты бұл ойында қаржылай сауаттылыққа үйретеді. Ваш финансы мына ипотека төлеп отсаңыз, аренда төлеп отсаңыз, жазасыз, өмірге қанша кетіп жатыр. Продукт анау, транспортқа қанша кетеді, полностью жазасыз. Майына, бензиніне, ремонтына, айына примерно, связь, кредит, садик, комуслуга, спорт, здоровье, прочее, налоги, балаларыңыз қанша, сөйтіп айлықтарыңыз жазасыз, пассивный доходыңыз бар ма жоқ па. Сосын үшеде полный жазған кезде баланс болу керек. Егер баланс болмаса, уже значит есептеп көресіз, қарызға кіріп жатырмыз. Мына жақта артыңызда не бар жазасыз. И ойынның барысында сізге возможностьтер келеді, сондай бір нелер келеді. Қайсысы сізде ақша әкелмей жатыр, рентабельность бизнеса деген нәрсе бар. Оны түсінесіз. Мысалы, көбісі кәсіп ашқысы келеді, бірақ неден бастарын білмейді. Идея бар, бірақ ақша жоқ. Бірақ инвесторден қалай алуды білмейді. В основном инвестордан қай кезде алу керек екенін білмейді. Бірінші, мен де қателік жасадым. Оқып аламын, ананы істеп аламын деп. И олай болмайды екен. Қазір оқу барысында біліп жатырмыз. Олай болмайды екен. Сондықтан да өте керемет қаржылай сауаттылыққа үйрететін ойын. Кәдімгі зарплатаңызды аласыз, өйстіп ойнайсыз. Мына жерге арманыңызды қоясыз, сол арманыңызға кім бірінші жетеді, сол ұтады. Мына жерде айтпақшы, үлкен круг, вы вышли на большой круг. Пассивный доход қанша көбейтсеңіз, банкир болады, өзі банкир түсіндіреді сізге. Мен өзім 2-3 рет ойнағам, сол кезде түсінген, өзімнің состоянием қандай нашар болды. Состоянием нашар, тек кредит ойлап, қарыз ойлап, ішін жылап, не істеп жатсың, бірақ ешқандай ешнәрсе өзгермей жатыр. 4-5 жылдан бері өзгермей жатыр, 10 жылдан бері өзгермей жатыр. Солай көп айтып жатыр. Мынандай карточка шыға береді ғой сізге. Миыңызда не, соның бәрі. Егер миыңызды түзеліп не алсаңыз, мынандай карточкалар шығады. Малые возможности, средние возможности, крупные возможности. Недвижимость сатып аласыз. Мына жақтан шығып, үлкен кругқа өтуің керек, кәсіпкерлердің кругына. Партнер болуды үйренесіз, рентабельность деген нәрсені үйренесіз. Бір 4-5 сағат болуы мүмкін. Кім бірінші мақсатына жетеді, сол значит ұтты, и ойын бітеді. Ойын кейде даже 7-8 сағат болуы мүмкін, потому что көбісі түсінбейді басында. Мынандай ақша болады, зарплата аласыз, расходыңыз жасап, ойнап отыра бересіз. Бұл жерде миыңыз туырлайсыз, керемет ойын. Роберт Кийосакидің де ойыны бар осындай. Кэшфлоу деген, бірақ ол кэшфлоуда бұндай өзіңнің өмірін сүрмейсің ол жерде. Ол жерде бір летчиктің, бір врачтың, сондай өмір сүресіз. Ол жағы қаржылай сауаттылыққа үйретеді. В основном мына жерде кәдімгідей көресің. Миың қалай ауырғанын, миың қалай істемей қалғанын түсінесің. В основном біз өзіміздің шешімдерімізбен, миымызбен любой нәрсені решение қабылдаймыз ғой. Сол сияқты ғой. Сен қанша дұрыс шешім қабылдаған сайын өміріңнің сапасы жақсара береді. Ал қанша дұрыс емес шешім қабылдай берсең, уже өміріңнің сапасы нашарлай береді. Мысалға бір идея бар, кіресің. Мысалға мен де былтыр ипотечный брокер оқыдым. И сөйттім да, оны оқудың барысында білдім. Көбінесе в основном
комиссияны алуға тырысады, адамдардың жағдайына қарамайды. Әйтеуір жан жақтан банктерден первоначально алдырып сөйтіп істегеннен кейін мен олай жасауға жоқ, жасамаймын дедім да. И в основном басқаша жасаймын деп ойладым, бірақ оған көп уақыт керек болды да. Тура сондай қателіктерді көп жасайсың. Мен мысалға осы кітабымда Даулатовтың не занимайся проектами, занимайся с собой, миыңмен. Потому что мынау ғана сені алып шығады неден, қарыздан. Егер мынамен айналыспасаң, сен кіре бересің, короче. Ана жобаға кіресің, ананы істейсің, мынаны істейсің. Енді айлыққа кіретін болсаң, нормальный айлық болмаса, уже сен шыға алмайсың да. 20 жыл керек, 10 жыл керек енді. Егер кәсіп болса, біреу болсын, біреу. Бірақ қандай кәсіпке кіру керек, қалай кіру керек, инвестордан қалай ақша алу керек, оның бәрі білім. Көбісі қателеседі, сөйтіп адамдармен ренжісіп, жақсы адамдармен жаман қылып жүреді. Тура сол сияқты менде өмірімде сондай болды. Енді Алла қаласа, жай ішкі күйді реттеп, миымызды реттеп, жаңа жобаларға кірейін деп жатырмыз, Құдай қаласа. Сәттілік тілеймін. Қарыз 500 миллион болсын, сендегі 600 миллион болсын, қандай болса да маңызды емес. Сізді шығаратын қарыздан тек миыңыз ғана. Егер миыңыз бұрынғы ошибкаларды қайталай берсе, значит сіз необучаемый дейді ғой. Егер әр адам өзі тояды, істейді, өмірмен төлегенді жақсы көреді, ананы да істеп көреді, мынаны да істеп көреді, мошенник дейді, және оқудың бәрі мошенник дейді. Мен де солай ойлағым. Кейін зерттеп осы кісіні таңдадым. Маған өте ұнайды. Именно қай направлениеде жұмыс істеуім керекпін, именно бизнес мышление дегенне қалай жасау керек, конкуренттермен жұмыс қалай істеу керек, анализ рынка, анализ конкурентов. Сізде егер товар болса, бұрында қалай бизнес істейтін еді? Товар бар, конкурент аз, келесің сатасың, болды. Ешқандай не жоқ. Оқу қажет емес. Қазір конкуренция бешеный. Барлық жерде. Сен үлкен доля рынка алу үшін сен білімсіз, білмеймін, қиын. Әйтпесе барлығы істейтін еді. Қазір биыл тем более өте көп адамдар келіп жатыр, оқып жатыр. Сол үшін уайымдамаңыздар. Главное, мына жерде реттеңіз. Кітапты көбісі оқиды, бірақ қолдана алмайды. Неге? Себебі тренингке барады, қолдана алмайды өміріне. Неге? Себебі сіз спорт залға барасыз, тренермен егер кітаптан оқысаңыз или ютубтан көріп алсаңыз, бір-екі упражнение барасыз, бірақ істемейсіз. Барасыз, және далада да қазір тренажерный өте домдардың арасында. Бірақ бесплатно, бірақ ешкім істемейді. Неге? Сен спорт залға тренермен барасың, ол сен мотивация беру керек, сені сүйреу керек, саған питанияны дұрыстау керек. Сол кезде тренермен сен өсе аласың. Тез-тез, және 10 жылда, 5 жылда жететініңе сен тренермен 1-2 жылда жету мүмкін. Тура сол сияқты осы жерде менің наставнигім бар, Альбина ханым. Аллаға шүкір, міне 3-ші ай. Өте состояние мың. Қандай қысым болып жатыр, қандай не деген сөздер болып жатыр, бірақ мен главный әрекетім бар, жобам бар, мақсатым бар, стратегиям бар, и соған қарап жүріп жатырмыз. Аллаға шүкір. Сіздерге де сәттілік тілеймін. Шығып кетесіздер, қорықпаңыздар.